Кәсіпкерлер тіліне қатысты аудармалар. Жарнама тілі. Сәлеметсіздер ме біздің тұрақты тыңдармандарымыз. Бүгінгі сабақта жарнама тілі туралы айтамыз. Олай болса, экранға назар аударыңыздар. Қазіргі кезде сауатсыз жазылған жарнамаларды жиі байқаймыз. Әсіресе белгілі бір кәсіп иесіне тиесілі өнімдердің мәтіндері орыс тілінен тікелей аударылып, қазақша сауатсыз жазылып жүр. Ел ішінде жиі кездесетін қателерге тоқталайық. Мысалы, солнечные очки, күн ұпайы, қате, күннен қорғайтын көзілдірік. Мұнда Google немесе Яндекс секілді техникалық аударма бағдарламасын пайдаланған болуы керек. Убедительная просьба, сенімді өтініш, қате, аударма, дұрысы өтініш. Соблюдайте дистанцию, арақашықтығыңызды қатарда сақтаңыз, қате, дұрысы арақашықтықты сақтаңыз. Вход не более одного человека, кіру бір адамға дейін, қате, дұрысы бір адамнан ғана кіруге рұқсат немесе бір адам ғана кіреді. Мужские дубленки, аталық тондар, сәтсіз аударма, дұрысы ерлерге арналған тондар. Пресс для чеснока, баспасөз үшін сарымсақ, қате аударма, дұрысы сарымсақ сығымдағыш. Сложный маршрут, қиын маршрут, қате, дұрысы күрделі бағыттар. Побалуйте себя хрустящим крылышками, өзіңді тауықпен еркелет, қате, қытырлаған тауық етін жеңіз. Счастливого пути, бақытты жол, қате аударма, дұрысы сәт сапар немесе ақ жол. Высокая оценка и низкие проценты, жоғары баға және төмен қызығушылық, қате аударма, дұрысы жоғары баға, бірақ төмен пайыз. Пожалуйста, не забывайте соблюдать чистоту. Мусор складывать в специальные урны. Өтінеміз, тазалықты сақтауды ұмытпаңыздар. Қоқысты арнайы жәшікке тастау. Қате аударма. Дұрысы, тазалықты сақтап, қоқысты арнайы жәшікке тастаңыздаршы. Не курить, не шуметь. Темекі шекпеу, шуламау. Қате. Дұрысы, темекі шекпеңіз, шуламаңыз. Закусочная, шайнама, қате аударма. Дұрысы дәмхана. Меню, меню емес, мәзір. Картофельные полуфабрикаты, картоп жартылай дайын өнімдері. Қате аударма, картоптан әзірленген жартылай өнім, немесе картоптан әзірленген шикі өнім. Сервировочные салфетки и зубочистки, әзірлеу майлықтары және тіс тазалағыштар. Қате, дұрысы майлықтар мен тіс тазалағыштар. Семейное путешествие, отбасылық саяхаттау. Қате, дұрысы отбасы болып саяхаттау немесе отбасылық саяхат. Я в безопасности, мен қауіпсіздіктемін. Қате аударма, дұрысы маған қауіп төніп тұрған жоқ. Потеряют интерес к изучению языка, тіл үйренуге деген қызығушылықтарын жоғалтады. Қате, дұрысы тіл үйренуге қызықпайды немесе тіл үйренуге қызығушылығы жоғалды. Және тағы да басқа. Осы айтылғандарға қарап, барлық жарнаманың қазақша мәтіні сауатсыз деген түсінік қалыптаспау керек. Сәтті әрі сауатты аудармалар да бар. Мысалы, Red Bull окрыляет, Red Bull қанаттандырады. Мы ближе и цены ниже. Біз жақынбыз, қараңыз, төмен біздің бағамыз. Вкусно и быстро, дәмді әрі тез. Жарнама қала бейнесін қалыптастырушы құралдардың бірі. Қала қонақтарының бірінші болып үлкен билбордтардағы қателерді байқау қуантарлық жағдай емес. Бүгінгі күні жеке кәсіпкерлердің көпшілігі интернет дүкендер өз жарнамаларын қазақ және орыс тілдерінде беруі қажет. Себебі Қазақстан Республикасының жарнама туралы заңына сәйкес бланктер, маңдайша жазулар, хабарландырулар, жарнама, пресс-куранттар, баға белгілері, басқа да визуалды ақпараттар мемлекеттік және орыс тілдерінде, қажет болған жағдайда басқа да тілдерде жазылады. Көрнекі ақпараттың барлық мәтіні мынадай ретпен: мемлекеттік тілде сол жағына немесе жоғарғы жағына, орыс тілінде оң жағына немесе төменгі жағына орналасады. Бірдей өлшемдегі әріптермен жазылады. Қажеттігіне қарай көрнекі ақпараттың мәтіндері қосымша басқа да тілдерге аударылуы мүмкін. Бұл жағдайда қаріп өлшемі нормативтік құқықтық актілерде белгіленген талаптардан аспауға тиіс.
Ауызша ақпарат хабарландыру жарнама мемлекеттік тілде, орыс және қажет болған жағдайда басқа да тілдерде беріледі делінген.